Ертеде Машенька деген қыз өмір сүріпті. Бір күні ол орманға саңырауқұлақ теруге барыпты. Машенька бір себет саңырауқұлақ теріп алып, үйіне қайтар кезде адасып кетеді. Орман ішін аралап көп жүреді. Бір кезде қараса, ескі ағаш үй тұр екен. Ағаш үйге кірсе, үлкен үстелдің үстінде ботқа салынған 3 тостаған тұр екен. Біреуі үлкен, екіншісі орташа, және біреуі кіп-кішкентай. Маша қасықты ала салып, тостағандардағы ботқаның дәмін көре бастады. Үлкен тостағандағы ботқа Машаға ұнамады. Ортаңғы тостағандағы ботқа да дәмді болған жоқ. Кішкентай тостағандағы ботқаны көрсе, сондай дәмді екен. Маша кішкентай тостағандағы ботқаны тауысып, тойып алды. Енді көңілденейін деп, орындыққа отырып, тербетіле бастайды. Маша әрі-бері шайқалған сайын орындық сықырлап жатыр. Сөйтіп отырғанда орындық ырғала сынып қалды. Ал Маша жерге құлап түсті. Маша қарнын тойғызып, ойынын қандырып, енді ұйқысы келді. Келесі бөлмеге кірсе, онда 3 кереует тұр екен. Үлкен, орташа және кішкентай. Машенька кішкентай төсекке жатып, лезде тәтті ұйқыға батты. Ал бұл ағаш үйде 3 аю тұратын. Олар үйлеріне оралып, дастархан алдына отырып, «Менің тостағанымнан ботқаны кім жеді?» деп, үлкен аю ақырды. Аю ана тостағанына қарап еді, оның ботқасынан да біреу ауыз тиіпті. Ал қонжықтың тостағаны мүлдем бос тұр. Біреуі оның ботқасын тауысып, жеп қойыпты. Содан қараса, қонжықтың тербетіліп ойнайтын сүйікті орындығы сынып жатыр. Ал енді барып, жататын бөлмелеріне кірсе, онда кішкентай төсекте бір қыз ұйықтап жатыр екен. Ашуланған қонжық өкіріп, оны ұстамақ болып қуалай жүгірді. Ал Маша айғайдан оянып, терезеден секіріп, қаша жөнелді. Тоғай арқылы қашып келіп, Машенька лезде үйіне жетіп қалды.